Сәлем достар, сіздермен бірге киносый. Бүгінгі видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк баса өтсеңіздер, сіздерден бұл үлкен қолдау болар еді, және де бұл біз үшін өте маңызды. Ендеше бүгін шаттл фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Екі құрбы керемет саяхаттан елдеріне оралады, және олардың біреуі ұшақта жүрегі айнығаннан кейін сценаға тақалып отырады. Осы сәтте қыздың белгісіз адамға көзі түседі. Ол қыздарды бақылап отырған еді. Осыдан кейін қыз оны ұмытып кетеді. Себебі оның қызыл түсті заттары салынған чемоданы өздері саяхат жасаған елде қалып қойған еді. Осы шаруаларды Мел шешіп жатырған кезде оның құрбысы Джулс екі жігітпен танысады. Қыздар барлық жағдайдан кейін кеш қарайғанда далаға шығады. Осы кезде Мел үйлеріне жеткізетін таксиді ұстайды, яғни шаттл. Бұл сәтте Джулс өздерін жарты бағаға апаруға келісетін таксиді көреді, және де қыздар бұған қуанып олармен бірге бармақ болады. Және де машинаның ішінде белгісіз біртүрлі ер адамда отырған еді. Осы сәтте қыздардың кетіп бара жатырғанын көрген екі жігіт қыздармен таныстықтарын әрі қарай жалғастыру үшін олармен бірге бармақ болады. Жігіттер таксиге келген кезде такси оларды бірге алғысы келмейді, бірақ та оларға қарсы шықпай бірге алуды шешеді. Осыдан кейін Мел мен Мэтт әңгіме айтып отырады. Қыз өзінің құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын адамдармен жұмыс жасайтынын айтады, және де олардың тілін жақсы түсінемін дейді. Осы сәтте Джулс таксиден жолды неге өзгерткенін сұрайды. Такси болса басқа жолдардың жабық және ол жерде адамдардың көбейгенін айтып, қысқа жолмен жүруге тура келді деп қысқа түсіндіреді. Жүргізушінің бұл қылығы түсініксіздеу болса да, жастар оған артық сұрақ қоймады, себебі олардың жаңа таныстықтары керемет болғандықтан кейін ұзақ болғанын қалады. Осы сәтте автобустың алдынан жеңіл машинасы қатты жылдамдықта жүріп өткеннен кейін жүргізуші автобусты тоқтатуға тура келеді, және де машинаның артқы жағының бұзылып тұрғанын айтады. Содан кейін жігіттерге келіп өзіне көмек беруін өтінеді. Мэтт жүргізушіге көмек беруді шешеді. Осыдан кейін олар бұзылған дөңгелекті ауыстырып орнына жаңасын салады. Кейін барлығы жан-жаққа қарап тұрған кезде машинадан домкрат түсіп кетеді де жігіттің қолы астында қалып қояды. Оның саусақтары сынып қалады, және де ол жүргізушіге жақын жердегі ауруханаға көмек беру үшін апаруын өтінеді. Осыдан кейін жастар өздерін мүлде ауруханаға емес басқа жаққа алып бара жатырғанын көреді. Жүргізуші оларды қараңғы жерге әкеледі де мылтық тақап оларды қорқытады. Және де оның басқа да жоспарлары бар екенін айтады. Содан кейін олардан телефондарын жинап алады да үндемей дауыстарыңды шығарушы болмаңдар деп айтады. Осыдан кейін олар өздерінің жолдарын жалғастырады. Олардың ішіндегі белгісіз ер адам жылай бастайды. Мен отбасыма қайтқым келеді, аман қалу үшін барлығын беремін деп айтады. Бұл кезде қыздар артқы отырғыштан дабыл ракетасын тауып алады, және де олар оны жақпақшы болады. Қыз терезені ашамын деп айтады. Бірақ та әлгі еркек қыздардың қолындағы ракетаны жағушы болмаңдар, себебі жүргізуші ашуланады дейді. Осы кезде жүргізуші бұлардың барлығын естіп, жолға тоқтап ракетаны лақтырып тастайды, және де қыздардың қателігі үшін бір жігітті жазалайды. Осыдан кейін жүргізуші қыздардың біреуіне банкоматқа барып барлық ақшаларды шешуін тапсырады. Кейін қыз жүргізушіге білдіртпей көмек шақыру үшін сол жерде тұрған қағаздарды өртеп жібереді, және де көмек келеді деп ойлайды. Бірақ та барлығы оның ойындағыдай болмайды. Жүргізуші қызды соның ішіне қамамақ болады. Талып қалғанға дейін оны шығармай тұрады. Бірақ та кейін қыздың құрбысы келіп қызға көмектеседі, ал жүргізуші болса ақшаны алып ары қарай жолдарын жалғастырады. Кейін тұтқындарда тағы бір көмек шақыру үшін мүмкіндік болады. Жүргізуші Мелді магазинге жібереді. Қыз магазинге келгеннен кейін камераға тілі бойынша көмек сұрайды. Содан кейін сатушыға ақша берген кезде қағаз ұсынады. Оның ішінде көмек сұраған еді. Қыз барлық тізімдегі заттарды жинап жатырған кезде жүргізуші тұтқындағы екі ер адамға байлап қойып олардың ішіндегі ең қажетті құнды заттарды жинауды тапсырады. Осы сәтте жас жігіт жүргізушіден қашпақ болады, және де қашып бара жатырғанда жүргізуші оның артынан қуып өлтіре салады. Осыдан кейін жүргізуші өздерінің жолын жалғастырады. Қыз болса жігітке дүкеннен ұрлап алған пышағын көрсетеді. Кейін қыз жүргізушіге мылтықты тақап оны тұтқынға алады, және де байлап қояды. Осыдан кейін өзі рөлге отырады, және де мылтықты досына беріп, пышақты белгісіз ер адамға береді. Ал Джулс болса жүргізушіні бақылап отыруы керек еді. Енді олар құтқарылдық деп ойлай бастайды. Осы сәтте белгісіз ер адам жас жігітті өлтіре салады да Джулсты өзінің қолына тұтқынға алады. Кейін қызға беріл деп айтады. Осы сәтте әлгі біртүрлі ер адамның жүргізушінің серіктесі екенін түсінеміз. Ол бірден жүргізушіні тұтқыннан босатады.
Осыдан кейін олар әлгі өлген жас жігіттің денесін тастап кетеді де жолдарын жалғастырады. Екі қызды өздерімен бірге алып кетеді. Осыдан кейін Мэлс отырғыштың астынан пышақты тауып алады да әлгі ер адамға қадап тастайды және де ол өліп қалады. Осыдан соң қыз рөлге өзі отырады, бірақ та машина жолдан шығып олар аварияға ұшырайды. Джулс есін жиғанда жүргізуші мен құрбысының есінен танып жатырғанын көреді. Ол ең алдымен көмек шақырмақ болады. Құрбысын тығып кетеді де өзі жолға қарай жүгіреді және де машинаны кездестіреді. Машина тоқтайды. Содан кейін ол қызға көмек беріп, оны машинаға отырғызады және де өзі көмек шақыру үшін телефон шалмақ болады. Жігіт операторға барлық жағдайды түсіндіріп жатырған кезде оларға автобус келіп соғысады. Жүргізуші есін жиып, әлгі қызды өзімен бірге алып кетеді. Осыдан кейін қыздар жолдарын жалғастырғанын түсінеді. Жүргізуші оларды жер астына әкеледі. Жүргізуші тоқтағаннан кейін қыздардан қайсында татуировка бар деп сұрайды. Джулс өзінің 5-ші нүктесінде татуировканың бар екенін мойындайды және де жүргізуші оны өзімен бірге алып кетеді. Мэлс болса қыздың шыңғырған дауысын естіп, оған көмекке бармақшы болады. Содан кейін ер адам қыздарды салқын бөлмеге қамап тастайды. Қыз болса өзінің құрбысын жұбатпақшы болады. Бірақ та Джулс өзін тыныш қоюын өтінеді, себебі ол шаршаған еді. Кейін олардың арасында жанжал пайда болып, қыз Мэлсқа мен сенің жігітіңмен тойларың болмас бұрын төсектес болдым деп барлығын мойындайды және де олар еркін сөйлесіп отырады. Осы кезде олардың әңгімесін жүргізуші келіп бұзады. Адам оларға пакетті лақтырып, краскамен Мэлсқа шашынды боя деп тапсырады. Осыдан кейін оларды ер адам өздеріне шақырады. Екеуінің де шашының түсі сары еді және де оларға барлық киімдерді шешіп, туфлиді киіп фотоға түсесіңдер деп тапсырады. Олар жүргізуші айтқан барлық қимылдарды істейді және де фотоға түседі. Содан кейін олар фотоға түсіп болғаннан кейін ішке әлгі ер адам келеді. Ол қыздарды әуежайда бақылап жүрген ер адам болып шығады. Осыдан кейін әлгі ер адам жүргізушіге бері жүр дейді. Содан кейін жүргізуші қыздарды әлгі салқын бөлмеге қамап тастайды. Осы сәтте Мэл жүргізушінің олардың аман-есен жету үшін көмектеспек болғанын түсінеді және де жүргізуші олардың заттарының арасынан дәрілерді тауып алады. Қыздар өздері айнаны сындырып қару жасамақ болады, бірақ та жүргізуші келіп қалады және де дәрі кімдікі дейді. Бұл Джулстікі болып шығады және де ол әйелдер ауруымен ауыратын болып шығады. Осыдан соң жүргізуші Джулсты өзімен бірге алып кетеді. Машинаға әкелгеннен кейін аяқ-қолын барлығын байлайды және де көзін байлайды. Қыз не болып жатырғанын түсінбейді. Ол жүргізуші кеткеннен кейін көзін ашып қарағанда машинада газдың кетіп жатырғанын көреді және де ол жүргізушіге өзін босатуын өтініп жылайды. Мэлс құрбысының жылап жатырғанын естиді және де осы кезде ол айнаны сындырып өзіне қару жасамақ болады. Жүргізуші келгенде ол бетіне айнаны тақап тұрады. Қыз өзінің бетін кеспек болады және де жүргізуші одан қорқып қолындағы қаруды лақтырып жібереді. Осыдан кейін қыз жүргізушіден кілтті алмақ болады, бірақ та ақыр соңында жүргізуші оны өзіне қайтадан ұстап алады. Бірақ та қыз оның қолынан босап туалетке түскен мылтықты алып оған қарай атады. Кейін жүргізушінің қалтасынан машинаның кілтін алады да машинаға қарай жүгіріп машинаны қыздырып кетпек болады. Бірақ та мүлде өлмейтін терминатор жүргізушіміз қызды ұстап алады да үлкен коробканың ішіне салып жібереді. Осыдан соң коробканың ішін мықты етіп байлап үстіне ақша қойып кетеді. Содан кейін келесі күні үлкен жүк таситын машина келіп қыздың коробкасын алып кетеді. Ақшаны да өзімен бірге қыздың дауысын естімегендей ала кетеді. Келесі күні үлкен кемеге дәл осындай коробкадағы адамдарды салып жатырғанын көреміз. Олар басқа елге қыздарды алып бара жатыр. Қыз қораптың ішінде өзіне керекті заттар мен қыздардың көптеген фотоларын көреді, яғни өзінің қайда тап болғанын бірден түсінеді және де дәрісін де көреді. Мен фильм аяқталады. Тағы да қандай киноларды көргіңіз келеді? Комментарийға жазыңыз.